Қайырлы күн достар, сіздермен бүгін айраннан жасалынатын өте жұмсақ, өте дәмді панкейки пісіреміз. Видеоны көрместен бұрын менің инстаграм парақшама тіркеліп, YouTube каналымда подписаться батырмасын баса кетіңіз. Ең алдымен бөлме температурасындағы айранға ас содасын қосып, араластырып 5 минутқа қойып қоямыз. Сол аралықта жұмыртқаға қантты қосып, миксердің немесе венчиктің көмегімен жақсылап араластырып, қантымыз ерігенше, аппақ масса пайда болғанша араластырамыз. Дайын болған массамызды айранда араластыра отыра құямыз. Екеуін жақсылап біріктіріп алып, ұнымызды 2 бөлікке бөліп саламыз. Ұнымыздың арасында түйіршік қалмайтындай етіп жақсылап араластырамыз. Дайын болған массаға сұйық майымызды құямыз. Майымыз бен массаны осылай жақсылап біріккенше араластырып аламыз. Қатты қою емес, қатты сұйық емес, масса дайын болу керек. Енді қызып тұрған табаға орташа отта 1 ас қасықтан салып пісіреміз. Бетінде шариктер, яғни пузырькилер пайда болғанда жайлап екінші бетіне аударамыз. Екінші беті бірінші бетіне қарағанда тез піседі. Көріп тұрғандарыңыздай екі жағы бірдей піседі. Ортасы шикі болып қалмайды. Таңғы асқа қаймақпен, балмен немесе жеміс-жидектермен әсемдеп берсеңіздер болады. Әлі де көп рецепттер болады. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.